Үй жағдайында крылышки кифси дайындаудың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен крылышкимызды алып, екіге бөлеміз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Салқын суымызға тұзымызды, сұйық майымызды, қызыл перецімізді және де қара перецімізді салып, жақсылап араластырамыз. Соевый соусымызды құйып, барлығын араластырып шығамыз. Дайын болған соусымызды крылышкамыздың үстіне құйып, 3 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Осындай дайын смесімізді алып, 4 қасықты салып, салқын суды құйып, араластырып шығамыз. Суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Қоспамыз қою йогурт сияқты болу керек. Екінші ыдысымызға видеодағындай көрсетілгендегі осылай салып алып, крылышкамызды дайын болған сұйық қоспамызға аунатып, бүкіл жеріне жағып, оның үстіне құрғақ қоспамызға араластырып, барлық жерін тигізіп, видеодағындай көрсетілгендей қылып жасап шығамыз. Қызып тұрған майға салып, қызартып, қуырып аламыз. Крылышкамыз өте дәмді болып шығады. Фастфудтағындай дәмі өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоны аса лайк басып, жаңадан есеп жиырмашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.